Быйыл Маңғыстау облысының дамуына 162 миллиард теңге жұмсалмақ. Қаржының 40 миллиард теңгесін білім беру саласын дамытуға бағыттау көзделген. Әсіресе жаңадан қолданысқа келген мектептер мен балабақшалар жұмысының дұрыс жолға қойылуы басты назарға алынбақ. Мұнайлы өңірдің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен елді мекендердің санитарлық тазалығы және абаттандыру жұмыстарына да ерекше ден қойылады. Әрі мәдениет, спорт және туризм саласының өркендеуіне басымдық берілмек. Көп қабатты тұрғын үйлерге лифт орнату жұмыстары да жалғасатын болады. Барлық аудандарға енді жеткілікті сол мектептердің, балабақшалардың жұмысын қамтамасыз етуге облыс бойынша 47 миллиард теңге көлемінде ақша қарастырылды. Көбіне Ақтау қаласы болады. Сол барлық аудандарда жаңадан іске қосылған мектептер, жаңадан іске қосылған балабақшалар есепке алынды. Барлық аудандардан, қалалардан келіп түскен бюджеттік өтінімдер толықтай қанағаттандырылды.